Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі рецепт өте оңай, сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындап көріңіз. Бұл қатпарлы пончиктер өте дәмді, балаларыңыз қайта жасап беруді сұрайтын болады. Достар, видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарияға өз пікіріңізді жазып кетуіңізді сұраймын. Бізге ең алдымен осындай ашытқы қосылмаған дайын қатпарлы қамыр қажет болады. Қамырды морозилкадан шығарғаннан кейін қатты ерітіп жібермей жайған ыңғайлы болады. Енді үстеліміздің үстіне аздап ұн себеміз, қамырымызды қойып, оқтаумен жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жұқалап жайып алған қамырымызды осылай видеода көрсетілгендей 1 см көлемінде ұзын жолақтарға кесіп шығамыз. Бізге орташа көлемде 3 алма қажет болады. Осы алмаларды шеңбер етіп турап шығамыз. Жұқалығы 1 см болу керек. Енді ортасын ойып насадкамен немесе өзіңізге ыңғайлы затпен алып тастаймыз. Осы кесілген алмаларымызды жаңағы жолақтап кесіп алған қатпарлы қамырымызбен ретімен дәл видеодағыдай орап шығамыз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоны аса лайк басып, комментарияға өз пікіріңізді жазуыңызды сұраймын. Арнамда көптеген тәттілер мен салаттар, күнделікті тағамдардың рецептілері бар. Әлде алда тағы да рецепттер шығатын болады, сондықтан рецепттерімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін міндетті түрде басып қойыңыз. Жасап алған қатпарлы пончиктарымыздың барлығын противенге ретімен салып, бетіне жұмыртқаның сары уызын жағатын боламыз. Содан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Қатпарлы пончиктар алма салмасымен өте керемет дәмді болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Менің пончиктарым 25 минутта пісіп шықты. Енді 10 минуттай суытып, әсемдік үшін бетіне сахарный пудраны сеуіп, шайға ұсынсаңыз болады. Осымен біздің өте қарапайым әрі тез жасалатын қатпарлы пончиктарымыз дайын. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.